Barşаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Сіздерге гүл мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Біз ең әуелі қамыр илейміз. Ол үшін ұнның үстіне біраз қасық тұз саламыз, 2 жұмыртқа қосамыз және су құйып, жақсылап, не қатты да, жұмсақ та емес, қамыр илейміз. Басқа да түрлі тағамдардың рецептісін көргіңіз келсе, менің каналыма өтіп, әрі тіркеліп, ұнаған видеоларыңызға лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң дәл осылай етіп, қайтадан бір қайтарып илейміз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін татылған еттің үстіне ұсақтап туралған капустамызды саламыз. Оның үстіне пияз саламыз. Тұздап, бұрыштап, жақсылап араластыратын боламыз. Бұған картошка, асқабақ қоссаңыздар да болады, немесе татылған етпен жуанығын араластырып қоссаңыздар болады. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп, тағы да жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өткен соң, дәл осылай видеодағыдай етіп, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Мен жасап жатқан мантының көлемі 7-8 адамға арналған. Сіздер үйдегі адам санына қарай көлемін көбейтіп немесе азайтсаңыздар болады. Қамырымызды жұқа етіп жайып болған соң, видеодағыдай етіп 4 жағын және ортасын бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Үстін сұйық маймен майлап, үстіне самамызды салып, дәл видеодағыдай етіп орап шығамыз.
Мінекей мантымыз дайын. Енді осыны алдын ала қайнап тұрған суға 45 минут булап пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің гүл мантымыз пісті. Мен подлив үшін жуамен сәбізді майға қуырып алдым. Үстін осылай көк жуамен әсемдедім. Дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.